сәлеметсіңдер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша жақсы тілектер еліне саяхат тақырыбында сабағымызды бастаймыз. 94-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын анықтау. Дескрипторы. Тыңдаған мәтін бойынша пікір білдіресің. Оқиға бөліктеріне ат қойып жоспар құрасын. Балалар, мына суретке қараңдаршы. Осы отырған балаларға қандай тілектер айтар едіңдер? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Жолын болсын, сәттілік тілеймін, асығын алшысынан түссін деген тілектер айтуға болады. Балалар, асығын алшысынан түссін деген тілектің мағынасын түсіндіріп беріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Яғни жеңіске жет, жолын болсын деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, келесі түсініп оқы айдары. Бізде оқулығымыздың 55-ші бетінде «Жеті түсті желбіргүл» атты ертегіні түсініп оқимыз. Тыңдаймыз балалар. Ертеде Женя деген қыз болыпты. Бір күні анасы қызын дүкенге тоқаш алып келуге жібереді. Тоқаштарын сатып алған Женя жан-жағына қарап келе жатты. Көзіне көрінген қарғаларды санады. Женяның артынан еріп келе жатқан ит оның сөмкесін тесіп, жол бойы тоқаштарын бір-бірлеп жеп қойған еді. Кенет Женя өзінің сөмкесі жеп-жеңіл болып қалғанын сезді. Итті қуа жөнелді. Ит жеткізбеді. Бірақ Женя өзі жолдан адасып кетті. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз, дәл алдында бір әжей пайда болды. Ол Женяны жұбатып: «Ештеңе етпейді, менің бағымда бір сиқырлы гүл өседі. Оның аты жеті түсті желбіргүл. Жан-жағына жалтақтап, ойнап кеткеніне қарамастан, сен жақсы қызсың. Осы гүлді саған сыйлаймын. Оның 7 күлтесі бар. Әрқайсысы әр түсті. Қызыл, қызғылт сары, қызғылт, сары, жасыл, көк, күлгін. Бұл 7 күлтелі желбіргүл жай гүл емес», деді әжей. «Ол сенің барлық тілегіңді орындай алады. Оның бір күлтесін жұлып алып, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс деу керек. Содан кейін тілегің лезде орындалады. Ал қане көрейік 7 түсті желбіргүлді», деді Женя. Осы гүлдің сары күлтесін жұлып алып, асыға лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Мен тоқаштарыммен лезде үйімде болайын, деді. Айтып үлгергені сол еді, ол тоқаштарымен үйінен бір-ақ шықты. Женяның бойы аса ұзын емес еді. Ол орындыққа шығып, жоғары сөредегі анасының әдемі құмырасын алуға ұмтылғанда, саусақтары іліп кетіп, құмыра еденге түсті де быт-шыт болып сынды. Ол сиқырлы гүлдің қызыл күлтесін асыға жұлып, лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Анашымның сүйікті құмырасы бүтінделетін болсын, деді. Сол сәтте құмыра сынықтары жиналып, бұрынғы қалпына келе қалды. Женя аулаға шығып, ұлдардың ойнап жатқанын көрді. Ол: «Сендермен ойнайыншы», дейді. Бірақ ұлдар: «Қыздармен солтүстік полюс ойнамаймыз», деп Женяны ойынға қоспады. Женя ұлдардан әрі тұрып, қалтасынан қызғылт сары күлтешені жұлып алып, лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Мені солтүстік полюске жеткіз, деп бұйырады. Айтқаны сол еді, айнала қап-қараңғы, қорқынышты боп кетті. Құйынды желден аяғының астындағы жер дөңгелене жөнелгендей болды. Солтүстік полюсте жападан жалғыз өзі
үсіп жаураған саусақтарымен жасыл күлтешені жұлып алып, лақтырып жіберді де. Гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Өз аулама қайта жеткіз, деді. Сол сәтте-ақ ол өз ауласына топ ете түсті. Ертегіні мұқият тыңдағандарында тексеріп көрейік. Балалар, оқиға қалай басталды? Женя солтүстік полюс туралы алдын ала білді ме? Ертегіде кейіптеу кейіпкері бар ма? Осы сұрақтарға өз ойымызды жеткізейік. Балалар, осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, сендер Женяның орнында болсан не тілер едіңдер? Ертегі мазмұны бойынша жоспар құрып жазыңдар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.